Биыл Жетісу облысында пайдаланылмай жатқан 128 мың гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның 121 мыңнан астамы жайылымға арналған алқап. Жаңадан құрылған өңірдің негізгі локомотиві ауыл шаруашылық саласы болғандықтан, осы бағытты дамытуға ерекше басымдық берілуде. Мәселен, 2025 жылға дейін жалпы құны 640 миллиард теңгеге бағаланған 178 жобаны жүзеге асыру жоспарда тұр. Жетісу аграрлы аймақ. Өңірдегі барлық жер көлемі 11 миллион 800 мың гектар болса, соның 4,5 миллионға жуығы ауыл шаруашылық мақсатындағы алқап. 3,7 миллион гектар жайылымдық жер ретінде белгіленген. Ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу саласында 165 кәсіпорын жұмыс істейді. Онда биыл 57-де 4 миллиард теңгеге өнім өндірілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9,1%-ға жоғары, ал ауыл шаруашылығында 476-да 7 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Аэроғарыш агенттігінің мониторингі жүргізу нәтижесінде біздің елімізде анықталып жатқан сияқты Жетісу облысында 1 миллион 200 мың гектар жер не бос жатыр, не мақсатсыз пайдаланылмай отыр. Пайдаланылмай жатқан жалпы 1 миллион 200 мың дедік қой. Соның ішінде 857 мың егістіктің жер екен. Соның ішінде 128 мың гектарын қайтардық, 448 мың ауыл шаруашылық жері айналымға түсірілді. Бұл жұмыс әлі жалғасып жатыр. Алдағы 2 жылдың көлемінде өңірде жоспарланған 178 жоба жүзеге асса, 7 мыңға жуық адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ, яғни ет, балық өнімдерін шығаратын кәсіпорындар мен құс фабрикасын салу көзделген. Мал бордақылау алаңдары, сүт тауарлы фермаларын санын көбейту. Сонымен бірге мысалы колбаса жасайтын цехтар, шұжық жасайтын цехтар, стейк жасайтын біздің еттерімізде бар мүмкіндіктері. Содан кейін мынау консервалар дейді ғой, бұқтырылған мал еті, халал еті болады. Олар деген 2 жылға дейін, 1,5-2 жылға дейін сақталу мерзімі ұзақ қой. Сондықтан соның бәрін біз халықаралық европалық стандарттардың деңгейінде жасап, соның бәрін шығаруымыз керек. Жетісу облысының 2022 жылға бюджеті 377-де 2 миллиард теңге. Енді келер жылдан бастап кәсіпкерлік саласын дамытуға ерекше екпін берілмек. 63 миллиард теңге қаражат қарастырылып, ірі жобаларды жүзеге асыру жоспарда бар. Сондай-ақ Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Қаратал аудандарын толықтай 2025 жылға дейін көгілдір отынмен қамту, Алакөл ауданындағы қант зауытына инвестор тауып іске қосу көзделіп отыр. Самал Қабышева, Мерей Толқынов, Информбюро, Жетісу облысы.